Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы атау септік. Оқу мақсаттары: мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Балалар, жағдайларың қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы, ендеше дайын болсақ, мына өлең жолдарын оқиық. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тастаймыз. Жаңа білім алуға алға қадам жасаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді үй тапсырмасын тыныш сұрау ойын арқылы тексеремін. Ойын шарты: мұғалім бірнеше оқушыдан үй тапсырмасын ақырын дауыспен сұрайды, ал басқа оқушылар дайындала береді. Ал ендеше сәттілік. Септік жалғаулары дегеніміз не? Дұрыс айтасың. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атаймыз. Қазақ тілінде неше септік бар? Дұрыс, 7 септік бар. 7 септікті ата. Тамаша. Қазақ тіліндегі 7 септік: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септігі. Тамаша. Атау септігінде жалғаулар бар ма? Дұрыс айтасыңдар. Атау септігінде жалғау жоқ. Көмектес септігінің жалғауларын айт. Көмектес септігінің жалғаулары мен, бен, пен. Зат есімнің септелуі деп нені айтамыз? Тамаша балалар. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі деп атаймыз. Жарайсыңдар балалар. Ал енді кім өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап берсе, 2 балға ие болды. Енді балалар, қазір біз артығын тап ойынын ойнайтын боламыз. Мына суреттерге бәріміз назарымызды аударайықшы. Берілген 4 суретте қай сурет артық деп ойлайсың? Неліктен? Балалар, бұл мамандық иелерінің ерекшелігі неде? Дұрыс айтасыңдар. Бұл мамандық иелерінің ерекшелігі арнайы киімдер, шыдамдылық, биіктен қорықпау, табиғат құбылыстарынан сақтау шараларын жатады. Оқушылар, жарайсыңдар. Бұл жерде артық сурет 2-ші сурет. Себебі мұндағы адамдар тау етегінде демалушылар. Ал 1-ші суретте спорттық альпинизм. 3-ші суретте өндірістік альпинизм. Ал 4-ші суретте туристік альпинизм. Балалар, альпинизм болса табиғат құбылыстарында айналысатын спорт түрлерінің бірі. Тамаша. Енді бәріміз оқуымызға назар аударамыз. Оқулықтағы 17-ші беттегі 31-ші жаттығуға назарымызды аударамыз. Алдымен мәтінді оқып шығайық. Тамаша балалар, оқып шықтық. Сендер бұл мәтіннен не түсіндіңдер? Бұл мәтінде қар көшкіні жайлы айтылған екен. Қар көшкіні деген не? Жарайсыңдар. Қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жүруі. Қыс мезгілінде тауға шықса, нені білуің керек? Дұрыс балалар. Қыс мезгілінде тауға шықсаңдар, сақтану шараларын білуің керек. Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қай кез? Дұрыс. Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қараша және сәуір айлары. Қар көшкіні болған жағдайда не істеу керек? Жақсы. Сен
Альпинист болсаң, тауға өзімен бірге қандай құралдар алар едің? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, осы оқылған мәтіндегі алғашқы сөйлемді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астын сыз. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, бастауыш қай септікте тұрғанын айт. Жарайсыңдар. Бастауыш әрине атау септігінде тұр. Балалар, егер сендер мәтін бойынша сұрақтарға жауап берген болсыңдар, сендер қосымша 2 балды иелендіңдер. Ал егер мәтіндегі алғашқы сөйлемдерді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астын сызған болсаңдар, тағы 2 балл иелендіңдер. Өте жақсы. Балалар, енді ережемен танысайық. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап береді. Және балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атау септігі деп аталады. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. Мысалы, толқыннан толқын туады. Толқыннан не туады? Дұрыс, толқын туады. Келесі. Ащы мен тұщыны татқан білер. Ащы мен тұщыны кім білер? Ащы мен тұщыны татқан білер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді оқушылар, оқулықта берілген қар көшкіні мәтінін бәріміз оқып талдадық. Енді балалар, біз әр топ тапсырма орындайтын болады. Бірінші топ, мені мұқият тыңдаңдар. Қар көшкіні тақырыбында мәтін бойынша кластер жасауларын қажет. Түсіндік па? Ал екінші топ. Оқушылар қар көшкіні тақырып бойынша сұрақтар дайындайды. Үшінші топ. Екінші топ құрастырылған сұрақтарына жауап береді. Ал ендеше сәттілік. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Әр топ берілген тапсырманы орындаған болса, 2 балды иеленді. Енді балалар, бойымызды сәйгүлік сергіту сәті арқылы сергітейік. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Нағыз әрекеттерді орындаймыз. Сәйгүлік шауып келеді. Тастан өтті, жұдырықтарын түйіп ысқылайды. Қане жұдырықтарымызды түйіп ысқылаймыз. Тамаша. Құмнан өтті, алақандарын ысқылайды. Судан өтті, беттерін соғады. Жақсы. Кедергіден өтті, орындарынан тұрып секіреді. Мәреге жетті, деп қолдарын соғады. Жарайсыңдар балалар, орындарына отыра қойыңдар. Оқушылар, ал енді біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін оқулықтың 18-ші бетіндегі Қастек Баянбайдың «Сен» өлеңін көшіріп жазайықшы. Көшіріп жазыңдар. Тамаша балалар, жазып болған болсақ, атау септігіндегі зат есімдерді тауып, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғандарын айт. Тамаша балалар, атау септігіндегі зат есімдер өзен, мұз, арна, сен, мұз аралы және қайталанған сен сөзі. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, сен қозғалғанда қандай қауіп қатер болады? Ондай жағдайда не істейсің? Жарайсыңдар балалар. Балалар, атау септігіндегі зат есімдерді тауып, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғандарын айтқан болсаңдар, сендер 2 балды иелендіңдер. Балалар, енді сиқырлы айна арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Ойын шарты. Оқушылар шеңберге тұрып, бір-бірлеріне қарап, қарама қарсы тұрған оқушыға бүгінгі сабақ бойынша сұрақтар қояды. Қарама қарсы тұрған
сұраққа жауап беруі тиіс. Орындармен алмасып отырыңдар. Түсіндік пе? Ендеше бұл ойынды мен маған қарама-қарсы тұрған оқушыға сұрақты қояйын. Кім міне сұрақтарына жауап беретін сөздер қай септікте орналасқан? Жақсы. Неліктен атау септігі дейді? Тамаша. Септікте атау септігі нешінші орында тұр? Не себепті жалғаулары жоқ? Сөйлемде қай сөйлем мүшесі болады? Тамаша балалар. Бұл ойынды өте жақсы орындадық. Ал енді таңдау әдісі арқылы рефлексия орындаймыз. Балалар, енді сендер бұл таңдау әдісінде мен сендерге парақтар тарататын боламын. Бұл параққа сендер плюс немесе минус белгілерін таңдап қоятын боласыңдар. Егер сендерге сабақ қызықты болса, онда плюс қоясыңдар. Ал егер қызықсыз болса, минус белгісін қоясыңдар. Ал ендеше бастаңдар. Жарайсыңдар. Енді пантомима ойынын ойнаймыз. Егер балалар сабақ жақсы өтті десеңдер, қолдарыңды жоғары көтеріңдер. Ал қанағаттанған жоқпын десеңдер, бастарыңды төмен түсіріңдер. Ал сабақ ұнамады дегендер, беттеріңді қолмен жабыңдар. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарына сабақ жақсы өткен екен. Ендеше үй тапсырмасын жазып алыңдар. Оқулықтың 19-шы бетіндегі 33 пен 34-ші жаттығуды орындап келу. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта 10 балл кім алды екен? Жарайсыңдар балалар. Неткен ақылды оқушы едіңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар.